Сіз көптен бері жүрсіз бе? Кешеде көріп едім, біреуді күтіп жүрсіз-ау деймін. Оң аяғын сылтып басып, бетіне әжім сызықтар жол салған әйел, әудем жерде тұрған, қалың киініп, бөкебаймен маңдайын тұмшалап жапқан әйелге даусын көтеріп, тосын сауал қойды. Сөйтті де, не айтар екен дегендей, аңтарыла қарады. Сау қолын сілкіп тастап, жұлқына жүрген ол селтең-селтең басып, тым жақын келіп, бейтаныстың бетіне рабайсыз шұқшия үңілді. Оның саған не керегі бар? Деді қатулы қабақпен жауап беріп. Жоға, 3 күннен бері сізді күнде көрем, біреуді күтіп жүрген секілдісіз. Өзің үй күзетіп жүрсің бе? 3 күн емес, 1 апта болды менің күткеніме. Маған да сол шамалас уақыт болып қалды. Машиналар көрінбейді, әзір ешкім келетін емес. Жүріңіз, мына кафеге кіріп, шәй ме, кофе ме, бірдеңе ішіп шығайық, деп ақсақ әйел ұсыныс жасады. Күннің де жылайтын түрі жоқ қой. Қол селтеңдеген кеуделі әйел басын изеп бірден келісім берді. Бір қолын әлсін сермеп тастап, ерекше бір екпінмен адымдаса да, шойнаңдаған әйелдің соңынан әрең ілесіп келеді. Екеуінің жасы да шамалас, 50-дің о жақ бұ жағы. Қамсыз жүрістеріне қарағанда бастары бос, үй ішінің қарекетін онша ойлай қоятын жандар емес сияқты. Кофе ішейік, деді қолы кеміс әйел сырт киімде шешпей орындыққа жайғасқан соң бірден ұсыныс жасап. Оң қолы протездей қақайып, тек сол қолын ғана жұмсап отыр. Қасындағы жаңа танысы оған қарағанда шалт, аяқтың кемістігі қолға қарағанда түк емес сияқты. 30 жыл болды шолақ атанғаныма, деді кеуделі әйел бірден сөз бастап. 20 жасымда шешем сорлы қайтыс болғанда қатты күйініп оң қолым істемей қалды. Сол күйі тұрмысқа да шықпадым, деп әйнектен көрінген ақ Волгаға мойын соза қарады. Мен сізден сәл ертелеу, 18 жасымда автомобиль апатына ұшырадым. Сол күйі тізем шорт болып қатып, бүгілмей қалды. Жігітім тастап кетті, мен де жалғызбын. Екі әйел бір-біріне мұңын шағып отырып, кофе құйылған шынаяқтың түбі көрініп қалғанын да байқамады. Тағы да алдырайық. Әзір кеңсенің алды бос. Машиналар келе бастағанда шықсақ та үлгереміз. Сіз кездесуге келісіп қойып едіңіз, деді аяғы кемтар әйел. Жоқ. Ақсақ әйелдің көзі оттай жанып, көңілінің айнасы сүйректі сұлу жүзіне мейірім нұрын себезгілеп тұр. Ал қарсы алдында отырған жағы сопайған жүдеу өңді құрбысы жаңалық атаулыны жақтырмай, жалп ете қалған шүңірек қара көзін ұршығына сирек бітер сұлулық деп санап, тіпті өзгелерді оған куәға тартқысы келгендей. Мен Әзірбайжанмын. Алматыда соғыс жылдары келіппіз. Қазақта тесігіне жерде қалмас деген мәтел бар екен. Соны малданып жүріп, ақыры жерде қалдық. Біреудің ғана қимасы болып қалдық, деп ақсақ әйел ашық жарқындығын танытқанымен көзі шүңірейіп, тұңғиыққа тартып бара жатқан жаңа танысқан құрбысының жан дүниесіне ине сұққанын білген де жоқ. Ал мен ногай пишем, ногай пашем, кто повыше, тому пляшем, деген Марина Цветаевамен үстім. Билей алмай селтеңдеп далада қалдық. Біреуге мәңгі құштар болып қалдық, деп жанарын, жан сарайын ақтарып тастады. Менің әке-шешем тұрғылықты еврейлер. Өзім мединститутты қызылмен бітірдім. Сөйтіп жүріп паралич алдым. Дәрігерлер өзгелерді емдегенмен өзіне қарамайды дейді ғой. Иә, менің бір танысым денсаулық сақтау саласының үлкен өкілі болды. Соның жалғыз қызы қайтыс болғанда көңіл айтып келген орталық комитеттің хатшысы: сен жалғыз қызыңды емдей алмай жүріп, халықты қалай емдейсің, депті. Оның бәрі Құдайдың ісі, олар Құдайдан да күштіміз деп жүр ғой. Иә, олар не айтпайды, деп ақсақ әйел жаңа танысының көңілін жұбатпақ болды. Ол қалың пальтосының өңірін ашып тастап, қойыннан темекіні алып, дір-дір етіп отырып бір қолмен әрең тұтатты. Шегесің бе? Жоқ, мұсылман әйелдері мұндайға әуес емес. Мұсылман әйел сонда неге әуес? Тұрайық, деп даяршы жаққа мойын соза қарады. Мен төлеймін,
деді бұйра шашы төгіліп, маңдайын жапқан сұлу әйел. Бөліп төлейік, деді темекісін бұрқылдатқан шүңірек көз әйел. Қойыңыз, болмашыны бөліп жарып, ертіп келген мен емес пе, мен төлеймін, деп Әзірбайжан ұлтының қызы 5 сомдықты даяршыға ұстатып, артық тиынын алған жоқ. Зәулім кеңсенің алды бос, ентігіп келген бірде-бір көлік көрінбейді. Айтпақшы, біз таныспаппыз ғой, деді ертіп келген әйел, өзінен сәл үлкендеу қол кеміс құрбысының өңірі айқара ашық пальтосын түймелеп жатып. Есімім Анжелика. Әкем қойған. Мен Маринамин, Цветаеваны ұмытпасаң болғаны. Қазір тұра тұрыңыз, деп Анжелика ақсаңдап ішке кіріп, есік аузында отырған күзетшімен бір-екі ауыз тілдесіп келді. Бүгін жиналыс болмайды, ертең сағат 10-ға қалыпты. Онда менің үйім алынсы емес, жүр үйге барып сүт қатқан кофе ішейік. Мені мына тайғақта жеткізіп сал, деді Марина. Бірінің аяғы шойнаңдап, бірінің қолы селтеңдеп, қолтықтасқан екі әйел бір-біріне сүйеу болып, жазда су қысып, қыста мұз жұтып тұрған маймыл фонтанды айналып өтіп, кібіртіктей басып, екі үйдің ауласына кірді. Кездесетін адамыңмен келісіп қойып бедің, деп еврей әйел үйге кірген бетте өзіне кофеде қойылған сауалды қайталады. Шқабатты ескі үйдің едені ырсиып, көзі денесіне жабысқан тарақан адамның тықырын естіп, тар саңылауға тұра жүгірді. Осыны көріп көңілі бұзылған Анжелика жауап беруді жадынан шығарып, ұмытып та кетіпті. Үй иесі келген бетте су қайнатып, кофе дайындады. Сүт қатқан кофе өңешін жеңіл өтіп, асқазанға жай жылы тиді. Сұрағыма жауап бермедің ғой, деді Марина, арада сүт пісірімдей мәуірт өткенде қонағына өңменнен өтердей тесіле қаларып. Өмірге 2-3 жас ерте келіп, иткөйлекті бұрын тоздырғанын алға салып, арқаланып отыр. Не айттыңыз? Деп жаратылысынан жайдары Анжелика ағынан жарыла кетті. Мен онымен тілдеспегелі 18 жыл болыпты. Мен онымен бір рет бетпе-бет жүздестім, сол кеңсенің ішінде. Мені кешке бір жігіттер алып барды. Аяғы сау, сұлу қыздар көп ақ қой. Соларды неге апармағанын мен таңмын. Қыз белгім де сол жерде қалды. Сенің аяғың ақсақ болғанмен жаның сұлу. Өзің де нағыз Әзербайжанның Анжеликасысың, деп сөйлеген сайын күріш тістері сирейіп, көзі шүңірейіп бара жатқан Марина бір нәрсе есіне түскендей ентіге күрсінді. Мен оған сені, мендей қыздар керек, ол екеуміздей ғаріпке жақсы болсын деп, әдейі біздерді таңдайды. Әлде біз ерекшеміз бе? Сен ерекшесің, сен ақсақсың. Мен шол таңдаған шолақпын. Біз өмірге өкпеліміз. Біз басқаларда емес, өмірдің анда-санда бір кездесетін қызығынан өліп қана айырылғымыз келеді. Басқаларда емес, ләззатты сәтті ұзаққа созамыз. Сосын бар жан тәнімізбен берілеміз. Ол біз үшін қайтып келмейтін зат. Ол біздің басқалардан ерекше екенімізді біледі, бағалайды. Ақылды мұсылман. Анжелика өзі күткен адамының 18 жыл бұрын ерінен сүйіп тамағынан аймалағанын көз алдына елестетіп, оны мынау кірген бетте концлагер тұтқындай үстіне алабажақ жеңіл киіп алып, сөйлеген сайын құр сүлдерін салып төніп отырған әйелден қызғанып кетті. Сол бір сәтті ойлап ақ кемпір болатын болдық-ау. Оның көз алдынан елес тұмшалап, біртіндеп сытыла берген сәтте Марина әйелге әліге дейін өзінен көзін алмай шұқшиып отырған екен. Кофеңді іш, деді ол сыбырлай сөйлеп. Ең болмаса, ақынның бір өлеңін жатқа білесің бе? Мен оның ақын екенін білмеймін. Тек осы жерде 18 жыл бойы сыртынан көремін. Ақын, бұрышта өскен ақын. Бұрышта тұрып ақыл тыңдаған ақын. Ол өмір бойы бұрышпен күресіп келеді. Маған соны ұнайды. Ата-бабаларым қандай бақытты, бұрышсыз үйде өмір сүрген деген өлеңі бар. Ол ақын, сендер ақынның астына түскенмен өлеңін оқымайсыңдар,
деп еврей әйел Әзербайжан қызын тұтқырып тастады. Мен кетейін, деді Анжелика. Ертең көрмесең, көпке дейін көре алмайсың. Ол бұл кеңседен кеткен, деп ақыл айтып, жаңа танысын шығарып салды. Ертең 9:30-да жолығайық. Ескі үйдің есігі сарт етті. Марина өзіне тән көне сырды сыртқа шығармағанмен, Анжелика жан дүниесін ақтарғанда, оны кофе толы аяқпен жіберіп ұрғысы келді. Өзі сол бір жанды өзгелерден өлердей қызғанады. Тіпті 20 жыл болды. Теледидардан өлең оқығанын көргенде, залдағы елтіп отырған әйел түгілі еркектен, сұхбат жүргізген тележурналистен де қызғанып, шамасы жеткен экраннан шығарып алып кеткісі келіп, тұла бойы бір ысып бір мұздайды. Ол қол тимей тілі тиген әйелді үйінен аман есен шығарып салғанына қуанды. Қайда кетеді дейсің? 9:30-да келеді ғой ақсаңдап. Терезеден қарап еді, үйді айналып шойнаңдап кетіп барады екен. Мен де соның күйін кешкемін. Мені де біреулер ертіп апарды. Қып-қызыл ернім шайналып, сирен иісі аңқыған қара шашымнан қайта-қайта иіскеді. Сол қолым диванда жерге тиіп салбырап жатты. Менің де өмірдегі ең бақытты сәтім елес болып артта қалды. Қанапезер әйел, моншақтаған көз жасын сұп-суық алақанымен сүртіп, терезеге тұрып қалған қырауды ызғарлы саусақпен сызып шимайлап тастады. Әлгі әйелдің сұлбасы көрінер мекен деп, шытынап тұрған шимай әйнекке мұп-мұздай болып тар маңдайы тигенше үңілді. Екеуі де 9:30-нан кешікпей келді. Олар кездесіп амандасқан бетте-ақ бір ақ Волга жай бұрылып, дәл кеңсенің алдына тұмсық тіреп тоқтай қалды. Ішінен тіп-тік болып, сұңғақ тұлғалы сұлу жігіт шыққанда, анау соның өзі, деп Анжелика ақсаңдап алға озды. Марина оны сау қолымен кеудеден итеріп тастап, ауру қолы селтеңдеп, алыстан алқынып келгендей көкірегі бір көтеріліп бір басылды. Сіздің де күткен адамыңыз осы ма? Деді Анжелика. Осы болғанда не етесің? Оттамай артқа таман тұр. Екеуі де шаштары жайылып, бір кездегі Битлздың баяу қарқылдаған әуені астында ыңыранған бұлбұл үндерін бұлдыр-бұлдыр еске алды. Күткен адам оң қолын қалтасына салып, келесі машинадан шыққан біреумен едәуір сөйлесіп қалды. Тұра бер. Осылай тұра бер. Менің жаным да, тәнім де, жастығым да сенсің. Сендей адам жоқ жер бетінде. Бұл сөз екеуінің де көкірек тұсында атой салып тұрды. Оң қолын қалтасынан шығармай, әлгіні әлсін арқасынан қағып шалқая ашылған кең есікке кіре берді. Мен осы есіктен қыз болып аттап, әйел болып шыққанмын. Сен менің өмірге жалғыз рет ашылған есігімсің. Екеуі де бірін-бірі көзбен атып тұрып осыны ойлады. Екеуі де қас мергендей көз қарашығын бір-ақ рет ашылған қызыл есіктен алмады. Енді оны тек көгілдір экраннан көреміз. Өзі тау, өзі дала, деп Марина қатыгез кейіпмен жұмсарғандай Анжеликаның жеңінен ұстады. Жер тайғақ, абай болайықшы. Сен мені үйге дейін жеткізіп сал, деді тағы да нықтап. Мен дәрігермін, таптырмас дәрігермін. Маған аурулар көп келеді. Сенің де ауырмайтын жерің жоқ. Маған келіп емдел. Емханаға жіберген ақшаңды маған төле. Мен олардан гөрі білгір дәрігермін. Сіз одан да әлгі адам туралы айтыңызшы. Еврей әйел әп сәтте өңі бозарып, көзі шарасынан шыға шұқшиып кетті де, сау қолын сермеп қап, Анжеликаны жақтан тартып жіберді. Айлас қатын мұңдас дейді екен қазақтар. Тапқан екенсің айтатын адамды. Мен ол туралы тісімен де сөз шығармаймын, деді тістеніп. Өліп бара жатқандағы, бірақ айтамын. Әкесі тауда туып, өзі далада өскен Әзербайжан қызы мұсылманға тән иба мен көз жасын сығып алып, бұрылып кетті. Мен тағы да келемін. Өзін көрмесем де қызыл есікті көремін. Келемін. Қайтсем де
келемін. Марина артынан үнсіз қарап қалды. Тайғақта сүйеу болып, қолтығынан ұстайтын біреу керек еді. Ол әп-сәтте 62 тамырдан жүйткіп отырып, тырнақ ұшына жетіп, қызғаныш болып сермелген сау қолын қалтасына салды. Ақсаңдап кетіп бара жатқан Анжеликаны жер бетіндегі ең жек көрінішті әйелге балап, «Сорлы», деді күбірлеп. «Мұз ерсін, сосын тағы да келемін». Қойыннан темекісін алып, езуіне қыстырып, дір-дір еткен бір қолмен шырпы ұстата алмай әбігерге түсті. Анжелика болса, шапалақ тиіп тыз еткен бетін бір сипап тастап, үйіне тезірек жетіп, теледидарды тоққа қосқанша асықты. Аңсаған адамды көгілдір экраннан көріп қалармын деп көңілін жұбатты.